Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге сымбатты болуға арналған ПП менюдің екінші күнін ұсынамын. Барлығы өте қарапайым әрі дәмді рецепттер. Егер дәл осы меню бойынша тамақтанатын болсаңыздар, сіздер міндетті түрде нәтижесін көресіздер. Ендеше көп созбай таңғы асты дайындаудан бастайық. Біз бүгінгі таңғы асқа сырники дайындаймыз. Ол үшін бізге майлы емес сүзбе қажет. Осылай шаңышқымен езіп аламыз. Үстінен бір жұмыртқа қосып, екеуін араластырамыз. Үстінен кішкене 2-3 ас қасықтай диеталық ұн қосамыз. Менде ол жүгері ұны, бірақ ұнның мөлшері ол массаға байланысты. Егер масса қатты қолға жабысатындай болып жатса, онда қайтадан үстінен 1-2 ас қасықтай ұн қосамыз. Және дәмін келтіру үшін кішкене ванилин қосамыз, 15 граммдай. Барлығын жақсылап араластырып, енді домалақ шариктер жасаймыз. Формасын бірдей қылдырып, қолмен шариктер жасаймыз. Менде 3-еуі шықты. Мен қазір сырниктарды ұнға аудармаймын. Ұнның өзін көбірек массаға қосамын. Сонда осындай әдемі формада шығады. Құрғақ қызған табада сырниктарды шамамен 2-3 минуттай екі жағынан қызартып пісіріп аламын. Егер сіздерде табиғи бал болса, онда міндетті түрде сырниктардың бетіне жағып қойыңыздар. Сонда өте дәмді шығады. Мен сырниктарды міндетті түрде қаймақпен жегенді қатты жақсы көремін. Қаймақтың орнына қансыз тосап немесе джем сондай басқаларында пайдалануға болады. Және қасына міндетті түрде кез келген жеміс қосып жіберіңіздер. Менде бұл жарты банан, осындай керемет таңғы ас дайын. Таңғы ас пен түскі ас арасында перекус бұл менде жаңғақтар, грек жаңғағы, миндаль және таңғы астан қалған банан. Түскі асқа менде гарнирға күрішті алдын ала мультиваркада пісіріп аламын. Ол үшін маған шамамен 3 ас қасықтай күріш қажет және оған 2 есе мөлшерде су құямын. Және 1 ас қасық зәйтүн майын қосамын. Мультиваркада рис крупы режимде 20 минутқа пісіремін. Күріштің қасына мен тауық еті қосылған подлив дайындаймын. Ол үшін тауық етінің орташа қалыңдықта ұзынша етіп турап аламын. Қызған табаға 1 ас қасықтай зәйтүн майын құйып, тауық етін шамамен 3-4 минуттай қуырып аламын. Үстінен кішкене ыстық су құйып, шамамен 5-10 минутқа бұқтырып пісіремін. Әбден бұқтырылып піскен соң үстінен кішкене сүт қосамын және 2 ас қасықтай қаймақ қосамын. Дәміне қарай тұз және бұрыш қосуды ұмытпаймыз. Тағы да жақсылап араластырып, 1-2-3 минутқа бұқтырып қоямыз. Осы уақытта мультиваркада менде күріш те пісіп болды.
Бүгінгі дайындаған түскі асымыз өте дәмді шықты. Бұл бізде күріш пен қаймақты соустағы тауық еті. Және қасына міндетті түрде көкөніс қосуды ұмытпаймыз. Бұл менде қияр, қиярдың орнына басқа кез келген көкөністер болса болады. Және міндетті түрде көк шөп қосамыз. Бұл менде укроп. Жалпы маған ыстық тамаққа көк шөп қосқан қатты ұнайды. Бұл өте дәмді әрі өте пайдалы. Осындай өте дәмді әрі тойымды түскі асымыз дайын болды. Негіз бұл жерде азық-түліктердің орнын ауыстыруға да болады. Мысалға гарнирге күріштің орнына гречка немесе пюре дайындауға болады. Тауық етінің орнына сиыр етін пайдалануға болады. Бәрі сіздің талғамыңызға байланысты. Екінші перекусқа мен сүзбеден Рафаэлло конфетін дайындаймын. Ол үшін 80 граммдай сүзбе қажет, майлы емес. Оған кокос түйіршіктерін қосамыз. Дәмін келтіру үшін ванилин және қаймақ қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қаймақты массыға қарап қосамыз. Массы қатты құрғақ болмасын және қатты қолға жабыспайтындай болсын. Яғни оңай, кішкентай шариктер жасай алатындай болуы қажет. Қолмен бірдей формада кішкентай шариктер жасап, кокос түйіршіктеріне аударып аламыз. Сонымен біздің Рафаэлло конфеттеріміз де дайын болады. Перекус үшін маған 3 Рафаэлло әбден жеткілікті. Осындай дәмді конфеттерді қантсыз шай немесе кофемен ішсеңіздер болады. Енді кешкі ас дайындауға кірісейік. Кешкі асқа бүгін менде жеңіл әрі дәмді салат. Ол үшін 2 піскен жұмыртқаны 4 бұрыштап турап аламыз. Жалпы арықтағыңыз келсе, кешкі асқа көбінесе белок және клетчаткадан тұратын тағамдар әзірлеңіз. Бұл тағамдар ағзаға тезірек әрі жақсы сіңеді. Қиярды да жұмыртқа сияқты 4 бұрышты етіп тураймыз. Және міндетті түрде көк шөп қосамыз. Бұл менде укроп, укроптың орнына петрушка, пияз немесе салат жапырағын қосуға болады. Және салат өте тойымды болу үшін тунец қосамыз. Тунецтің майлы емес түрін таңдап алыңыз. Дәміне қарай тұз және 2 ас қасықтай қаймақ қосып, жақсылап араластырамыз. Жалпы кешкі ас жеңіл болғаны абзал, сондықтан осындай салаттарды кешкі асқа көбірек дайындаңыз. Міне кешкі асқа осындай тойымды, дәмді салат дайындасаңыздар болады.
Сонымен тағы бір күндік топы менюдің рецепттерімен сіздермен бөлістім. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Өте дәмді әрі қарапайым рецепттер, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса лүпіл басып пікір қалдырып қойыңыздар, бұл мен үшін маңызды. Және осындай попы менюдің басқа күндерін көру үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.